В общем, достар сіздермен бүгін мен Жәнібек. В общем, сіздермен достар бүгін біз новыйдан карта ашатын боламыз. Асари карта болса, ол в общем тенсор маған телефон бетінде қалып қойды. И в общем новыйдан карта аштым, в общем сразу деревня байқадым. И в общем мен достар бұл картада хейтерсім, бұл Брон 5-тің картасы. И содан Брон 8-ді аудардым. В общем Брон 5-те плоский жерлер көп болғандықтан. И Брон 7-де в общем андай типа не Брон 8-де в общем не көп ататында типа жерлер плоский емес, маған плоский жерлер керек. Брон 5-те олар өте көп. Сосын бірден каменный ресурстар алып алдым, не апгрейд жасадым. Сөйтіп бірден начальный выживать етіп алдым, железо сондай тауып. Сосын достар, бұл вообще-то андай типа бір монтажбен бұл видео болмайды, бұл только обучалка болады. Қалай не выживаниені қалай не жақсы бастауға болады деген сияқты. Сонымен менің выживаниемнің басында железмен железный қалпақтау болдым. Бұны маған көзінесе тауып алдым. Сосын бүкіл жителерді деревнядағы барлығын колокольчикті ұрып бірден үйлеріне кіргізіп тығызып қойдым. Сосын бірінші желез мешін істедім де, сосын бірінші зомбиларымды өлтірдім. Сосын достар, менің старый телефонымда андай көтермейтін мынандай железный големдерді ремонтпен лагать еткен, соң жақта големді ремонт істеуге болмайтын. Сосын достар, менде примерно көзіме елестеді. Іштегі бір слой жерді алып тастаймын да, іштегі пустой жерге тығам, өшітте осылай тығып тастаймын да, сосын іште бір өте ұзын бір плоский жер шығады. Сосын мен максимально как можно картошка егуге тырыстым. Өткен картошка маған бір тамақ ретінде де және бір тюбке керек. Бірақ та бұл Брон 8, Брон 7-де біз көргенбіз серверде істейтін, бірақ Брон 8 істемей ме екен, соны көретін боламын. Сосын бірден ағаш табуға тырыстым, өйткені мен сундук істеуім керекпін. Сосын сундукпен бірге үйдің примерно қалай болатынын білгім келіп тұр. Мен мынандай житель таптым, бірақ та мынандай ағаш сатып алайын істесем, бірақ та менің үй жұмысым жетпеді. Сосын мен кетіп деревняны айналып жүрген кезде мен мынандай ведьма өлтіріп тастады. В общем достар, негізі рамка істедім. Рамкамен примерно қайсы сундук не екенін сыртында суреті көрсетіп тұратын болады. Сосын менің тапқан тамақтарының барлығы жетпей жатқаннан кейін не топлив экономить етіп бірден несей салайын дедім, костерға жат ете салайын дедім. Процесс тез болу үшін екеу істеу керек болды. Сосын достар, сіздер Майнкрафтта осындай шошқан етін жейсіздер ме, әлде жемейсіздер ме? Мен просто өзім жемеймін. Қанша көріп бара жатсам да, негізі жатқанмын, просто айтып тұрғаным. Сосын достар, мен шамалы тағы да ағаш алайын жатқан кезде железный нені көрдім, лопат ұстап алған зомбиді, зачарованиесі бар екен. Если достар зомбиді суға утопник қылсаңыздар, соның лопатасы түсіп кетеді зачарованиесімен, сосын сынбай. Достар, осы Брон 8-дің осындай бір жаман жерлері, осындай регенерациясылар жаман. Все равно бұл туннельге кірген емес, все равно бұяқта железо, уголь барлығы аз. Только камень или андай просто үй салуға керек болған нәрселер болмаса, вообще бұндай маған регенерациялар ұнамайды. Сол үшін маған старый версияда ойнайтын жерім. Если бұл карта кетіп қалса деп жатқаным, просто айтып жатқаным. Или Брон 5 немесе авторский обновлениесі бар, Брон 7. Сол емес па, авторский обновлениесі бар. В общем достар, мен телефон сыққан кезде бұсытқан жоқпын. Мен басқада YouTube түсіретін, Майнкрафт түсіретін ютуберлерді көрдім. В общем солардың мен примерно олардан көріп бірден примерно көшірген жоқпын. Полдарын андай типа олардың советтері бойынша просто істеп жатқандарына қарап отырсам, андай заттарды олар бүкіл бірдей блокпен істемейді. Олар примерно андай цветті былай полмен или сол басқа да блоктармен андай көзге әдемі істегісі келген сияқты болады.
В общем, сосын екі терезе болады. Біреуі океанға, біреуі деревняға қарап тұрады. В общем, көк түсті қылып қойдым, в общем, әдемі болу үшін максимально. Сосын достар, шахтаға барып сразу мен железный лопатамды күшейткім келді, максимально алмаздың топор істегім келді, өйткені процесс тез болу үшін, в общем, осы видео тез шығу үшін. Мен негізі осы қалай алмаз тез табуға болатынын өзімнің TikTok каналымда көрсеткенмін. Ол все равно читкелер жатпайды, өйткені бізге ачивка орындала беретін болады. В общем, оны менің істеген ісімді олар көбісі чит деп ойлайтын болар, бірақ та менің ойымша өзім шығарғаннан кейін ше бәлкім оны ешқандай читке жатқызбаймын. Сосын үйге бардым да сразу алмаздың кирка істеп алдым. В общем, сол жақтан кетіп бара жерден сразу лавы озеро көрдім да, сосын сол жақтан сразу обсидиан тауып алдым да, үйге барып сразу жаққызып жібердім. В общем, все равно үйімде дайында болмаса да, сразу не істегім келді. Мен атқа барып, в общем, начальный ресурсы, в общем, сразу үлкен апгрейдке барғым келді. В общем, мен нормально жақсы жерде шыққан сияқты болдым өзім үшін. Негізі одан да жаман жерлер болды, вообще туннель или қуыстардан шығып кетеді. В общем, үлкен апгрейд дейтін мысалы адский обновление, сол самый лучший обновление деп ойлаймын. Өйткені ол жақта бізге в общем дракон өлтірмей ақ алмаз заттарды примерно ойынның басында алуға болады. Алмаз таппай ақ зачарованиясы бар. В общем, менің түсінген шарттар, мен бастион немесе крепость тауып соның ішінен алмаздың заттар алғым келді. В общем, сразу алмазный нагрудник, алмазный кирка, алмазный топор, в общем, соны сияқты примерно. Заодно сол жақтағы бастион немесе крепость жақтағы кварцтарды қаза салатын боламын. Если мен қазіргі жақтағы кварцтарымды қазатын болсам, олар маған бұршықтан береді, лучше кирканы удача 3-ге істеп алып, бірден 3 немесе 2 алған күшті сияқты. Өйткені менің анау мирымда, в общем, кварц жетіспей қалып, арасында постройкаларды басқаша блоктармен істеуге керек болды. Оның өзіне әдемі болмаған. В общем, мен бір бастион таптым, одан кейін екіншісін таптым. Осы екінші, үшіншісімен бірге не қосылып қалған, сол үшін ол жақта лут көп болды. В общем, сразу сіздерге қандай лут болған көрсете салайын. В общем, бастионның іші слишком дәу. В общем, бастионда мен шокированный яблоко, алмазный нагрудник, алмазный шлем тауып алдым. Сосын алмазный кирка, бір зачарованияға нервирующий емес дейтін ба. В общем, сол жақтан мен кетіп бара жатқан кезде байқамай қолымдағы ведро лавыйды үстіме потокқа төгіп жібердім. Сосын ол үлкен бір не болып кетті да, сосын мені өлтіріп тастады. Сосын мен бітіріп тастайын деп едім, бірақ та менде алмаз бар екен, 3 алмаз бар екен есіме түсті да. Сонымен ары қарай выживать ете берейін дедім. Сосын бір кезде соны киркамды істеп жатқан кезде жаңбыр жауып кетті да, бір кезде тағы етіп несет крипер ұрды. Сол кезде не болған шығар дедім да. Сосын көптеген мобтарды қасыма жинап алдым да, криперді жарып өзім өліп қала салдым. Бірақ та зато үстіне көптеген бастар түсті. В общем, мына жақта человек болып жүр екен. В общем, житель зомби есігінің алдында тұрған кезде ол типа не голем шығарған, голем болса оның крышасына сықып қойған. Ақыры бұл голем бостан бос жүрген түсіндім, өйткені мен деревняға жиі барам. Сол кезде ғана мобтар шығады, оған дейін шықпайды. Лучше мен үйімнің қасында фармилка заттар болып жүре берсін дедім, үйімнің қасында тұрған кезде. В общем, сосын достар, мен датапак істеп көргім келді. Ол примерно білдік, бронз 7-ге дейін істейтінін, оған істемейтінін. Сол үшін бірақ та жай ғана тамақ, в общем, менде бір ачивка істеу керек болды осы неде. Ол жақта, в общем, андай не водоросли жеу керек, жареный водоросли, сол кезде ғана жеуге болады оны. В общем, соны 3 күн жеу керек, сол кезде бізге ачивка береді. Сосын топливо ретінде ведро лавыйды қолдандым, өйткені ол өте ұзаққа жетеді, және де өте дешевый нәрсе. Сосын осыдан блок істеп едім, сосын оны пешке қойған кезде тағы да бір ачивка берді. Өте бұл оңайлар деген бірде ойдамын. Сосын маған өз үй жағымдағы туннельдерін пустой болып тұр екен. Сосын сол жаққа барсам, осындай спавнерлерді мәнен жұрнат етіп, өйткені бұл спавнер кәдімгідей адамның андай типа ойыны жеңілдетіп түседі, бірақ та қазіргі бронз 8-лерде в общем осындай бір лаганный спавнерлер шығады, істемей ала берді. В общем, сосын осылай деревня, ойбай, в общем, осылай орман есігін сақтаңыздар. В общем, маған өте көптеген ағаш керек, өйткені уже мен үйді істеуім керекпін.
И үйдің примерно маған планы уже басымда жоқ. Мен бұныкі ойынның процесінде өзім істегім келіп тұр. Идея, максимально идея қосып, в общем, стена болады, ал мына аяғында, в общем, кіретін есігі болады деп тұрмын. И более-менее мен өте көптеген нәрселерін уже істеп тастадым. И нәтиже, в общем, былай гараждан түсіп кетпесін деп, в общем, примерно осы ағаш жасадым да. И сосын камень мен гравийді қосып, примерно әдемі қылып жол істеуге тырыстым. И сосын нәтиже книжный полкалар маған мешет етіп тұрады, оны бір блок жақындатып тастадым ішкері. И сосын серия стекломен нәтиже пустой стена болып тұрмасын деп, осындай әдемі терезелер істеп тастадым. Осындай қараңыздар достар, әдемі есік терезе істеп қойдым. Енді нәтижеден 2 стекло болып тұрады, ана шет пустой болып тұрады, в общем 2 открытый зона болады менде. Сосын тағы да нәтиже волктар жүргенін білдім да. Сосын бірден үйінде костя алып шығып едім, бірақ та 5 костяға бір ит те табылмады. Сосын тағы да өте көп ағаш керек болды маған. Сосын тағы да бір подходта кірген кезде, в общем, 2 костяның өзіне үйреніп кетті да. Сосын өзіммен бірге алып кеттім. Сосын достар, қараңыздар, менде, в общем, мынандай бір идея болды, осындай әдемі қылып істеуге болатынын. Мен бұндайды ешкімнен көрген жоқпын, ұтылған жоқпын. Примерно менің идеяларым осындай болды. Сосын менде мынау каменный стенаның ступеньканы алып тастаймын, оны деревянный каменный ступеньканың орнына қойып тастап, в общем, сондай бір крыша істейтін боламын. Сосын ағаштар көріп тұрсыздар ғой, бір блок немесе арасына 2 блок істеп, в общем, не істейтін болдым. Типа ағаштар бір-бірін ұстап тұрсын деп, андай құлап кетпесін деп. Осындай более-менее үй келіп жатыр, үй өзіме ұнап тұр. Бірақ та келесі үйлер одан да күшті болатын шығар деген ойдамын. Мына, в общем, нормально анешкері не істедім, типа 2 ағашпен ортасынан былай көлеңке болып тұрсын деп, ана верстактың асты тұр ғой, сол жерді істедім. Сосын нәтиже, примерно ортасы былай ыңғайсыз келіп қалыпты да, мен олай ойлаған жоқпын ешқандай. Сосын осылай ортасы 3 бұрышты болып тұрсын деп істегім келді. Сосын мен пещераға барып едім, в общем, шамалы железо табу үшін. Сөйтіп мынандай көптеген кирпич істейтін заттар тауып алдым. В общем, мен бұны қалай кирпич істейтінін білгендіктен, в общем, бұрында, в общем, мен выживание ойнап жүрген кезде осыларды 13 штугын бір изумрудты сатуға болатын еді. В общем, бірақ олар ол кезде озероның ішінде көп болатын. Осылай крышаларды бітіріп жатырмын уже мен. Негізі крыша, осындай үйлер, өзім істеген үйлер әдемі күшті болып жатса, лайк басып кетсеңіздер, бұл начальный үйлерге нормально деп ойлаймын. Просто өте бір 7-8 ағаш керек. В общем, сосын нәтижеге блок пшеница қоса алдым, деревнядан тауып алған. Сосын ортасына стекло типа бір деревянский әдемі болып бір түркесін деп. Осылай әдемі қылып уже үй салынып бітіп жатыр. Негізінде кішкентай ана стеклолар салып қалу ғана қалды. Сосын достар, сосын маған өте көп мөлшерде стекло керек болды. Шамалы ары қарай запаста қалып қалсасын деп. Сосын порталдан шығып жатсам, бір кезде нәтижеде мародерлар жүр екен. Сосын сразу сіздерге қалай мен өзім бір планым болған. Мародер рейдті қалай начальный ресурстармен ұтуға болатын деп. Сонымен мен оның андай дурное задание дейтінді алдым, проклятияны. В общем, достар, рейдті ұту үшін сіздерге ең бірінші броня керек, защита болсын, сосын защита от снарядов болсын. Сосын сіздерге садақ керек, оған оқ керек, сосын сіздерге лодка керек. В общем, лодка не үшін керек екенін қазір түсіндіретін боламын. В общем, достар, сіздер блок қойып, төбеге көтеріліп, моптар шамалы былай сонымен мечпен ұруға болады деп ойлайсыздар ғой ше, или шамалы ракурс алып шамалы садақпен атам деп ше. Бірақ көбістеріңіз түсінбейтін оңайшырақ, өткен сіздерде шамалы заттар көп, анда алмазный броня деген сияқты ше, сіздерге қиналмайды жасап, бірақ та начальный ресурстарда осылай лодка қойып, сосын соған мобтар нереально садиться деп баспаса да, все равно олар отыра салады. В общем, мобтарда сондай бір минустары бар. Сөйтіп смело любой другойын өлтіруге болады. Астамнан анау бір стенадан оралатынды өлтірген кезде оңай болады. В общем, міне біріншісі осындай дәулерді өлтірген кезде өте оңай. Еще осылардан седло түседі. Күшті, өте күшті. Рейдті ең топовый осы шығар деп ойлаймын. Тотем 5 метрден бұрын осы седло деген ойдамын.
И сосын дәл мына тактикамен тағы да бірнеше анандай разрушитель маусым осындай дәу быктарды өлтірдім. И сонымен рейдтің соңына бітті, и сосын заттарын алып алдым. И өкінішке орай достар, осының негізгі жаңалық не болды? Осының неғып бұл видео тез шықты, осының неғып дұрыс монтаж жоқ деп ойлайсыздар негізі. Бұл тағы да бір обучалка болғандықтан, өйткені екіншісінен менің досым осы андай очистить, мен телефонымды очистить ашып, и сосын осы картаны удалить тастаған. И сосын мен қазір новыйдан карта ашайын деп жатырмын. И сол жақта нормально қылып тағы да осы жақта және анау картадан үйренген заттарыммен тағы да бір новыйдан карта ашамын. И сол кезде қалай сіздерге 0-дан бастап 100-ге дейін апарғанымды көрсететін боламын. Примерно сондай деген ойдамын. И сосын үйді негізі мен күшті қылып бітіргенмін. Бүкіл дизайнмен, сундуктарға бүкіл не істеп, сосын тағы да зачарованиялармен тауып, и келесі выживаниемде бірақ мен 1.15 немесе 1.17 болуы мүмкін адское обновление. И сол жақта өткені неге? Өткен ол жақта ад, самый главный ад, и сосын маған пещера ұнамайды. Қазір алмаз деген кезде андай тағы блужниктен де тақсай заттар шықты ғой. Солар киркалар жаман қатты начальное выживаниеде жаман қатты неудобство береді. И сосын алмаздар, желез табудың барлығы өте қиын болып кетті. И сол үшін мен старыйға барып ойнайтын боламын. Сол жақта самый главный ешкім сенен қандай версияда ойнайсың деп сұрап жатқан жоқ. Өзіңе версия не үшін берілген, өйткені саған қайсысында удобно ойнау, и сода ойнай бер деген сияқты ғой. Сол үшін версиялар шығарған, әйтпесе бірінен соң бірін шығара беруші еді. Так что давайте келесі картада көрсеміз.